ұтымдылықты пайдаланамын деген адамға шапкасы жоқ педан киіп шапкасы алады. жоқ, шапкасы таусылды, ол шығып келемін дегенше уақыт кетеді. Енді мынада екі шапканың шөбі бар. Мынау бір шапка, мынау бір шапка. Бұл әрі көзге киетін болады. Инсульт алған адамға мына омыртқа мен миға поступление келу керек. Сол үшін мына жерде ол міндетті түрде керек нәрсе. Көп адамдарға мен айтамын, мына жерінен қиып алыңыз деймін. Подбюст қылып, мынаның екеуін екі бюстгальтерге салып, домалағына тігіп алып, $40 18 мыңға подбюст сатып алмай, төсіңізді емдей беріңіз деймін. Любой адамға айтамын. Мына бір заттан бірнеше зат шығаруға болады. Аласыз бастағы точканы оятуға нәтиже болғасын, болған адамдар дамыл бермейді. Емдік шөп денеге тиіп тұру керек, сол кезде өзінің жұмысын бастайды. Вандамка сияқты ғой, былай киеміз, шөп денеге тиіп тұрады, мына жерге былай қылып қойып та киіп, сәндік үшін. Бұл эксклюзивті, бұл еш жерде қайталанбайды. Біз түнде егер былай киіп жатырсақ, бұл гайморитті де емдейді, көз ауруларын да емдейді. Особенно инсульт алған адамға біз бұны міндетті түрде береміз, сразу түсіріп жібереміз мінекей. Көрдіңіз ба? Даже жағымыз ауырып жатырса, мысалы да, тісіміз ауырып жатырса, құлағымыз ауырып жатырса, бүйтіп кие береміз. Былай таққан кезде ең бірінші кім қандай аурумен ауырса да, бірінші мынау қалқанша без емделу керек. Қалқанша без емделмейінше басқа диагноздардан арылу мүмкін емес. Ол қалқанша без адамның организмінде дирижер сияқты ғой, бүйтіп тұратын дирижерлар сияқты бағыт беріп, сол жер емделсе бәрі емделеді. Ол не только бұл жерде салқын бар, или басқа без проблема бар да. Еще мынау мінекей, шеяда тұрған кезде, мына жерге тиіп тұрған кезде, мынау жаңағы біздің поступление, мынау омыртқалардан мынау миға жидкость. Омыртқаның арасынан жаңағы жұлыннан жаңағы жидкостың жақсы жүруіне, көрдіңіз ба? Хондроз, шейный хондроз, тоз, или болмаса қандай нәрсе бар да мұны, соның бәрін емдейді. Сондықтан чудо снуд деп аталады. Бұл сонда три в одном. Шапканың де қызметін атқарып тұр, наглазниктің де қызметін атқарып тұр, ушанканың де қызметін атқарып тұр, и нашейниктің де қызметін атқарып тұр да. Былай қарағанда 4 в одном дейміз ғой. Бұны деген кішкентай балапандарға сарафан қылып кигіземіз. Сөйтіп дүниеге жаңа келген сәбилер анау кіндігін өте тақап кесу арқылы ірімдеп, уже операцияға бару керек кішкентай сәбилер бар емес па? Сол сәбилердің өзіне мынаны кигізіп, шырылдап, уже роддомнан шығып келгеніне бір 5-6 күн болған сәбилердің өзі операцияға ұсынып жатырған. Мынаны кигеннен кейін кіндіктеріндегі іріміне дейін кетіп, шаппап кетіп жатыр. Мысалы да мұны. Өйткені бұның нүктелері кішкентай балалардың денесіндегі точкаларға сәйкес. Сол сияқты біздің басымыз, мойнымыз, бетіміз бәрінің де точкасы осындай. Сквозняктан қорғайды. Автобусқа, пойызға мінгенде, түнде ұйықтағанда құлаққа дейін жаз айында, шілде айында жауып жататын болса, әрі ұйқы тыныш болады, неврастения, беттің қисайып кетуі, бәрін емдейтін осы. Не только бас аурулары. Мынаны алып жүремін ба? Да, салмаңыз.